енді көп адамдар бізбен жаңағы емші ретінде қазір үлкен ел ішінде саяси көп көзқарасымды білдіргесін менен көп халықтан сұрақтар түсіп жатыр. Кешегі болған Қытайдағы съезд туралы. Бұл енді ата-баба әруақ не дейді бұл деп сондай сұрақ қойып жатқан адамдар өте көп. Мен сол кісілерге айтарым, бұл біз қазақ елі үшін үлкен жақсылық деп айтамыз. Өйткені біздің ата-баба әруақ өздеріңіз білесіздер. Жаңағы қалай ескертті, көршіңмен жақсы бол деген ғой. Енді өздеріңіз білесіздер. Бізге ақш асудың қажет жоқ. Олармен де жақсы қарым-қатынаста боламыз, бірақ біздің ең бір жақсы серіктес ретінде қарастыру керек бәрібір де Қытайды. Себебі Қытай көрші ғой. Не жамандық болса да көршіден, не жақсылық болса да көршіден келеді. Сосын Ресеймен жақсы қарым-қатынаста болуымыз керек. Өйткені қазір бүкіл дүние жүзінде үлкен қауіпті жағдай. Сол үшін бүгінгі Достар, қайырлы таң баршаңызға. Қайта-қайта мен SMS-тер жіберіп, мен WhatsApp-ма кешегі аты Ырысбала Экранбаймен болған жағдайды сұрап жатсыздар ғой. Ескертіп қояйын, енді халыққа бұл мәселені енді жабамыз. Өйткені бұл кісі өте мен ойлағаннан да өте дұрыс адам емес екенін түсіндік. Бүкіл халық көздеріңіз ашылып көрген шығарсыздар. Енді қалған шаруамен біздің құзырлы органдар айналысып жатыр. Бұл елдің ақпараттары қазір жиналып жатыр. Білесіздер ғой, қылмыстың өтеуі әрине жаза. Құдай қаласа қалғанын уақыт көрсетеді. Біз енді өзіміз осы барлық халықтың жан айқайын жеткіздік үкіметке. Қазір бұл әйелдің үстінен барлық мәселені Достар, қайырлы таң. Біз Оралдың керемет әуежайлары өте күшті. Оралдың жақсы, құтты болсын әуежай. Әдемі болып Оралдан Құдай қаласа қазір Атырауға ұшамыз. Атырау халқы кездескенше Оралдағы 2 күн сапарымыз аяқталды. Одан кейін біз әрі қарай Киелі Маңғыстауда жалғастырамыз. Сөйтіп Батыс Қазақстанды аяқтаймыз. Киелі Түркістан әрі қарай бізде Шымғала, бүкіл қазақ елінің жаңағы аралап шығамыз. Әзір демалыс жоқ, жақында ғана демалыстан келдім. Бәрімізге сәттілік, бүгінгі күндеріңізге жақсылық, күші жұма қабыл болсын. Біздің қазақ елі білім саласындағы министрлердің құлағын алтын сырға. Негізі мектеп балаларының формасы бір өзіміздің ұлттық нақышымен, әдемі келбетімен қалыптасу керек. Ол біздің ұрпағымыздың санасын дұрыстайды. Мысалы, бай, кедей деген бөлінбейді ешкім. Біріншіден. Екіншіден, біздің қазақтың бай, кедей деп бөлінуге, өзі 20 миллион халықпыз ғой, бөлінуге ешқандай болмау керек даже. Бай, кедей деген бізде. Өйткені барлық еліміздің байлығы, қазынасының иесі біздің ата-бабамыз. Ешқандай бір-бірімізден артық кем болмауымыз керек. Соны енді шығып жатқан заңдар соны дұрыстайды деп ойлаймыз. Өйткені заңсыз байларды қыспаққа ала алмайды үкімет. Сондықтан осы мәселелерді көтере отырып, ұрпағымыздың да ой сана сезімін солай қалыптастыруға да мектеп үлгісінің бірдей болуы керек деп ойлаймын. Келінім мен қош келдіңіз. Дайындап қойдыңыз бәрін. Атырауға қош келдіңіз. Багаж бар, Лаура? Президентіміз өзінің жолдауын айтады. Сондықтан ойсыз, керексіз отырып алып мәжілісің болсын, министрің, чиновниктер бастарыңызда миларың жоқ па, или оқымаған білімсізсің ба, или елге жандарыңыз ашымай ма? Сіздер заңды дұрыстап шығарыңыздар, қият болмасын. Ертең осының бәрі біздің президентке кір болып келеді. Халық түсін, 4 балалы анаға ешқандай әңгіме айтушы болмаңыздар. Ешқандай, керісінше 4 балалы ана біз ынталандыруымыз керек. Қанша аналардың денсаулығы жетпей жатыр балалы болуға. Сонда біз қазақ дүние жүзінде құрып кетуіміз керек па? Айналайын көке, біздің ұрпақтарымыз олар қолымыздан келген көмегімізді береміз, Құдайға шүкір. Шүкір, әлде де мен бүкіл аналарды қолдаймын. Әрбір дәулетімнің асқан бір бөлігін ағайын тумамда көп балалыға үкіметтер, біз де көмектесеміз, үкімет те көмектесін. 5 комментарий, мынандай беспредел доғарыңыздар. Аналар бәріне лайық. Біздің Қазақстанда қазір өлім жетім өте көп. Адамның өмір сүру жасының да ұзақтығы өте аз. Бізде білімсіз медицинаның кесірінен жол апаты, өздеріңіз көріпсіз ғой,
сөйте тұра жаңағы халықтың тұрмыс жағдайы дұрыс емес. Қазір адамның санын қосуынан қарағанда азаю көп. Сондықтан осы жер бетінен жойылып кетпесін десеңіздер, 4 балалы аналарға әңгіме айтушы болмаңыздар. Өзің үшін туу деген не сөз ол? Олар деген бүкіл құрметке лайықты болу керек. Бүкіл жерде тегін жүріп 4 баласы бар ма? Жасыл бағдаршам оларға. Себебі олар біздің мына елімізді сақтап қалушы. Біз ұлт ретінде елден жойылып кетпеуіміз керек. Қазір қанша аналарымыздың денсаулығы келмей жатыр, қанша аналарымыз асырай алмай босана алмайды, қанша адамдар өмірден ерте жол апаты бар, дәрігердің дұрыс еместігінен ұрып соғу, қорлық, зомбылық, қарақшылықтың қолынан кетіп жатыр. Сонда біз Қазақстан ертең жер бетінен жойылып кетеміз, мына түрімізбен. Доғарым жақсы болған ба содан? Иә, соны мана таңғалып отыр. Рентгенге түскенде ма? Сосын өткенде түс көрдім. Иә. Ана өткен жұма күні. Рентген не деп тұр? Жақындап тұр. Жақындапты, жақсы болып қалыпты. Мә, қараша. Түс көрген ал дейсің. Енді мен собысын. Қызым.